Армардақтағайын қоғамда тіркелген сан түрлі құқық бұзушылықтар бірімізді шошытып жағастатса, бірімізге сақтану қажеттігін ескертеді. Кейбір желге ескен ақпараттар желін жарған жаңалық ұласады. Қандай ақпарат болса да ресми дереккөздерден тыңдаған, көрген дұрыс. Бүгін біз өткен аптада тіркелген заң бұзушылықтар мен қылмыстар туралы айтамыз. Алдымен аңдатпа. Полицейлер өрт шыққан үйден 50-ге жуық адамды эвакуациялады. Өңірде түнгі уақытта ата-ана қарауынсыз жүрген 150-ге жуық жасөспірім анықталды. Полицейлер мотокөлік тізгіндеушілерімен кездесті. Атырауда түн жарымда жедел жәрдем қызметкерін соққан күдікті ұсталды. Атыраулық полицейлер өрт шыққан үйден 50-ге жуық адамды эвакуациялады. 4 мамыр күні сағат кешкі 5 шамасында патрульдік полиция батальоны және учаскелік полиция инспекторлар бірлесіп Махамбет көшесінде орналасқан көпқабатты үйден шыққан өрттен тұрғындарды шығаруға көмектескен. 10 минуттың ішінде 50-ге жуық тұрғынды эвакуациялап қауіпсіз жерге шығарды. Сондай-ақ пәтерлердің бірінде құлыптанып қалған 8 жастағы баланы шығару үшін есікті бұзып кіріп, жасөспірімді қауіпсіз жерге шығарған. Тілсіз жаудан зардап шеккендер жоқ. Атырауда оқушылар қызметтік иттердің жұмысымен танысты. 3 мамыр күні Атырау облыстық полиция департаменті, анықтау басқармасы және есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері кинология қызметі орталығында Әл-Фараби атындағы бином мектебінің оқушыларына танымдық шара өткізді. Оқушыларға кинология орталығындағы қызметтік иттердің қылмыстардың алдын алуда және оларды ашудағы құқық қорғау саласындағы зор үлесі туралы айтылды. Қызметтік иттердің із кесуші, жарылғыш заттар іздеуші, есірткі іздеуші, сондай-ақ шабуылдаушы қызметтерін атқаратыны түсіндіріліп, қызметтік иттер таныстырылды. Сондай-ақ қызметтік иттердің тапсырманы орындау тәжірибесі де оқушыларға көрсетілді. Интернет алаяқтан сақтаныңыздар. Бүгінде интернет алаяқтықтың ауқымы кеңейіп, әртүрлі интернет ресурстары мен әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, алаяқтардың арбауына түскен алданушылар саны күн санап өсуде. Атырау облыстық полиция департаменті кейбір қылмыстың жаңа түрі туралы ескертеді. Қазіргі таңда түрлі әлеуметтік желілерде жарнама жасап, банк қосымшаларында белгілі бір тауарды бөліп төлеу арқылы несие алып беріп, кейін оны қолма-қол ақшаға айырбастап беремін деп жалған жарнама жасап, алдап, кейін ақша да жоқ, тауар да жоқ болып алдайтын алаяқтық фактілері тіркелуде. Бұл жағдайда әлеуметтік желі беттерінде орналасқан жарнамаларды мұқият тексеріп, сондай-ақ белгілі бір тауар ретінде алынған несиені қолма-қол ақша түрінде айырбастау заңсыз екендігін ескертеміз. Сондай-ақ алаяқтар ұялы телефоныңызға қауіпті сілтемелер жіберу арқылы телефон ішіндегі барлық деректерді өздеріне көшіріп алады. Сол себепті ұялы телефондарыңызға келген әр хабарламаға мұқият болып, дұрыстығын тексергеніңіз жөн. Интернет алаяқтың күн сайын күшейіп бара жатқан, алға тартқан полиция қызметкерлері азаматтарға күдікті қоңыраулар мен хабарламалар алғанда бірден банкке хабарласуға кеңес береді. Егер сізге белгісіз біреулер хабарласып, қандай да бір банктың атын атап, банк карточкасы жайлы ақпарат немесе басқа да жеке мәліметтерді сұраса, ең алдымен сол банктың сенім телефондарына қоңырау шалып, ақпараттың рас өтірігін анықтап алған артықтық етпейтіндігін ескертеміз. Атырауда түнгі уақытта ата-ана қарауынсыз жүрген 150-ге жуық жасөспірім анықталды. Балалар мен жасөспірімдердің арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу қоғам алдындағы басты міндеттердің бірі. Кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдердің беймезгіл уақытта компьютерлік ойын-сауық орындарында, дәмханаларда, көше бойында жүретіндері жасырын емес. Бұл мәселе қазіргі кезде тәртіп сақшыларының басты бақылауында. Осы орайда Атырау облысы аумағында 29 сәуір мен 5 мамыр аралығында жасөспірім және жауапкершілік профилактикалық шарасы өтті. Полиция қызметкерлері беймезгіл уақытта үй-жайдан тыс жүрген жасөспірімдерді анықтап, жасөспірімдермен және олардың ата-аналарымен түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Айта кету керек, шара басталғалы 170-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңның 442 бабы 2 бөлігінде көрсетілген, яғни кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінсіз еріп жүруінсіз түнгі уақытта тұрғын жайдан тыс болуы бойынша 142 хаттама толтырылды. Сондай-ақ жасөспірімдердің қатысуымен орын алатын қылмыстық құқық бұзушылықтарды болдырмау мақсатында білім беру ұйымдары мен профилактикалық жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде.
Құрметті ата-ана, балалардың жазғы демалысқа шығуына санаулы күндер қалды. Тәжірибе көрсеткендей, жасөспірімдердің оқыс оқиғалары мен құқық бұзушылықтарға тап болу себебі олардың көбіне бос уақыттарын тиімді пайдаланбауынан туындайды. Сондықтан жасөспірім балаңыздың түнгі уақытта көше кезуі мен қоғамдық орында қараусыз жүруі қауіпті екенін ұмытпаңыз. Балаңыздың бүгінгі қауіпсіздігі ертеңгі алаңсыз болашағы. Құрметті көлік жүргізушілері, тас жолдарда адам қазасымен орын алған ірі жол көлік оқиғаларының басым бөлігі жүргізушілердің көлік басқару кезінде жылдамдық режимін сақтамауына қарамастан тыйым салынған қауіпті аймақтарда қарсы бағытқа шығып басып озуы. Аталған жағдайларда болдырмас үшін патрульдік полиция ротасының қызметкерлері жүргізушілермен күнделікті түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, тас жолдарда дрон әуе камерасын пайдалануда. Облыс аумағында профилактикалық шаралардың ұдайы жүргізіліп тұрғанына қарамастан соңғы 4 күн ішінде 12 басып озу дерегі анықталып, жүргізушілер жауапкершілікке тартылған. Айта кетейік, басып озуға тыйым салынған белгі бар жерден 2 жолақты жолда қарсы бағытқа шықсаңыз 6 айға көлік тізгіндеуден шектелесіз. Осы ретте тас жолдарда жол белгілеріне, жылдамдық режиміне, сақтық шараларына аса мән беріп, көлік құралын мұқият басқаруларыңыз қажеттігін ескертеміз. Сондай-ақ облыс аумағын қиып өтетін республикалық маңызы бар тас жолдарда жол көлік оқиғалары жиіленуіне түрткі болатын себеп жүргізушілердің көлік құралын басқару кезінде тәуліктің түнгі және күндізгі мезгілдерінде қараусыз жол жиегіне жайылып жүрген үй жануарларына соқтығысуы. Соқтығыс салдарынан жануарлар өліп, жүргізушілер мен жолаушылар зардап шегіп, көлікке зақым келіп, айтарлықтай материалдық шығын әкелуде. Жыл басынан бері 99 үй жануарын жаю қағидаларын бұзу дерегі тіркелген. Үй жануарлары иелеріне қараусыз жүрген 4 түлік малдар үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылатындығына қарамастан бұл жағдай әлі де орын алуда. Осыған орай жүргізушілерден үй жануарлары тарапынан орын алатын жол көлік оқиғаларды болдырмау үшін тәуліктің күн және түнгі уақыттарында сақтық шараларын сақтай отырып, жылдамдықты шамадан тыс асырмау керектігін ескертеміз. Полицейлер мотокөлік тізгіндеушілерімен кездесті. Атырау қаласы аумағында күн жылынғалы мотокөлік қозғалысы толды. Бұл тұрғыда патрульдік полицейлер мопед, мотоцикл көлік құралдарының қатысуымен орын алатын жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жан-жақты түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отыр. Осыған орай тәртіп сақшылары мотоцикл тізгіндеушілерімен кездесіп, жол қозғалысы саласындағы заңнаманың талаптарын оқыту және түсіндіру бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Жедел жәрдем қызметкерін ұрып соққан күдікті ұсталды. Атырау қаласында 1 мамыр күні түнгі сағат 3:40 шамасында жедел жәрдем қызметінің фельдшерін ұрып соққан 20 жастағы күдікті анықталып ұсталды. Наркологиялық тексеру нәтижесінде күдіктінің жеңіл дәрежелі мас екендігі анықталған. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, күдікті қамауға алынды. Сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Құрметті көрермен, әр апта сайын құқық бұзушылықтар мен қылмыстар туралы ресми ақпараттармен таныстырамыз. Эфирде телерейд, бізді күтіңіз.